Біз этнопедагогикада әлгіндей салалармен қарап отырып, сананың креативті өнім шығаруына бағытталуына, оның ішінде интериоризация деген ұғымға ерекше тоқталып отырмыз. Республикадағы біздің кішкене былай ерекшелігіміз осы жағынан. Және интериоризацияны ішкі интеллектуалды әлеует сапасында алып отырмыз. Внутренний интеллектуальный потенциал. Жалпы ең қиыны ғылыми мектепте. Ол біздің ғылыммен шұғылданатын біздің докторанттарымыздың методологиялық көзқарасын дұрыс жолға қойып, осы интериоризация жағын қамтуымыз керек. Сондықтан педагогиканы енді көбінесе көп адамдар аса түсіне бермейді. Педагогика ол барлық пәнді қамтиды. Мәселесі сонда. Сондықтан бұл арада психология мен педагогиканы бөлмейміз. Бұл екеуі интерпретация емес, бұл екеуі интеграциялық. Сондықтан интегративті технология деген бар. Ол еңбекті біздің орталығымыз Абайдың шығармашылығынан Абайдың педагогикалық дүниетанымы атты үлкен бір проектіге жаздық, бір еңбегімізді. Бұл арада біздің президентіміздің осы жұмысты атап, мынаның ішінде түгіл матрицамен берілген технологиялық қағидамен. Сондықтан өзгертілім модулімен берілген. Өзгертілім модулі деген, яғни біз Абай шығармашылығындағы берілген мәнділікті біз оны интерпретация жасадық, халқымызға түсінікті болу үшін. Что касается изобретательской деятельности, то нашей команде нет равных. Но по нашей специальности только, по релейной защите. Без релейной защиты вообще невозможно существование электрических систем. В принципе, если в течение 1 минуты релейная защита не будет работать, рухнет весь мир. У нас на энергофаке есть совет, который работает уже 10 лет. На нем, в этом совете защищено 25 диссертаций. Ситуация в университете с наукой сейчас, вообще говоря, она резко изменилась. Без постоянной работы в науке не может быть преподавателя вуза. Я буду пытаться подготовить еще чемпионов в изобретательском деятельности и тех, которые будут становиться лучшими преподавателями года. Но это дело тонкое.